Ассалаумағалейкум. 3-ші бөлім 4-ші сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бұл сабақта біз құлпынайдың қалай мұртшаларын қиып аламыз. Егер өздеріңіз осында егін алқабына барып қиып алатын болсаңыздар, сол кезде қалай қиып алу керек, және де қалай бұны тамырлатып алу керек. Енді жалпы тамырлатып алсаңыздар да болады, тамырлатпай ексеңіздер де болады. Оның ешқандай несі жоқ, бірақ тамырлатсаңыздар, тамыры өсіп, надай болып, үлкен-үлкен болады, тез ары қарай дамып кетуіне септігін тигізеді. Жалпы құлпынайдың көшеттерін таңдаған кезде егін алқабына баратын болсаңыздар, мынадай мұртшалар шығып тұрады. Розетка дейді, енді әртүрлі айтады, орысша да айтады, қазақша да әртүрлі. Жалпы осы мұртшалары біріншісі деген болады, және де осыдан өсіп шығып, былай қарай екіншісі шығады. Осыдан тағы да қосымша екіншісі шығады, сосын үшіншісі ары қарай көбейе береді. Енді бұл жерде өздеріңіз қарап байқасаңыздар, бірінші мұртша үлкен болады, үлкен болып жақсы дамып өседі. Одан кейін екіншісі кішкене нашарлау болады. Екіншісі былайынан тура қасынан осылайынан өседі. Екіншісі ол енді кішкене мынау секілді кішірек болады. Тамыры да кішірек болады. Себебі мынау анасынан бірінші жақын тамақ ішіп тұрған баласы бұл мықты болады. Одан кейінгілері кішкене нашарлау болады. Одан ары қарай нашарлап кете береді. Сол себепті мүмкіндік болса барып өзіңіз алатын болсаңыз, мына біріншісін аласыздар, одан кейін екіншісін аласыздар. Енді үшіншісі кішірек болады. Оның дамып, ол мынандай болам дегенше тағы да біраз уақыт кетеді. Ал егер сізге салып жіберетін болса, жаңағыдай өзіңіз барып алам алсаңыз, сізге салып жіберетін болса, онда ол кісілерге де ескертіп бір ауыз айтасыз. Осындай біріншісін, екіншісін алып бер деп. Одан кейін бұл жерде келіп мынадай қайшымен қырқып аласыз. Оны мына жерлерінен қырқып алып кете бересіз. Ең басында осылайынан ұзын қылып, осындай ұзын қылып алып кете бересіз. Бұны үйге алып барғаннан кейін барлығын жаңағыдай суға салу қажет. Қырыққаннан кейін немесе бірденен егер мүмкіндік болса суға саласыз. Егер мүмкіндік жоқ болса, мынадай қара пакетке, осындай қара пакетке саласыз да, кесіп салып аласыз барлығын, санап салып аласыз. Содан кейін бұның ішіне себелеп су шашып қоясыз. Мынадай қара гленка болу керек, немесе қап болса да болады. Соған ішіне кішкене су шашып, аузын жауып, бір шетін кішкене қалдырасыз, жаңағыдай ауа кіріп тұру үшін. Содан кейін осылайынан үйге алып барасыз. Үйде бірденнен егуге мүмкіндік болмаса, 1-2 күн тұрса, ештеңе қылмайды. 1-2 күн тұрған кезде бұған тағы да бір қосымша жақсы пайдасын тигізетін, ол тамыры жақсы дамиды. Осылайынан тамырлары өсіп шығады. Бұл ары қарай өніп, өсіп кетуіне жақсы септігін тигізеді. Яғни осылай алып барасыздар, ішіне су сеуіп, бірденен су себесіздер. Кесіп болғаннан кейін, одан кейін аузын жауып, үйге алып кете бересіздер. Қанша алыс болса да алып кете бересіздер. Жалпы 1-2 күн ішінде ылғалмен тамырлары кішкене өседі. Ал егер бірденен егем десеңіздер де, оның ешқандай қиындығы жоқ. Бірденен осылай ішін сулап алып барып, тамыры шықпаса да, өзінің мынадай тамырлары болып тұрады. Сол тамырлары мынадай өзінің тамыры болады. Осы тамырымен еге бересіз. Бұны енді үйге алып барғаннан кейін, бұны да тағы да кесесіз. Мынау ұзын болып тұрғанда қысқартасыз кішкене, мынадай қылып. Кішкене қысқартасыз, осындай кішкентай болып қалу керек, 1-2 сантиметр. Одан кейін мынадай жан-жағындағы үлкен жапырақтарын алып тастайсыз. Бұл жапырақтарды неге аламыз десеңіздер, бұл жапырақтар қосымша тағы да тамақ талап етеді. Сондықтан бұлардың қажеті жоқ. Бұларды алғаннан ештеңе қылмайды. Кішкене стресс болады, бірақ ары қарай тағы да витаминдерін беріп, стресстен шығарып аламыз. Бұл енді үйге алып барып, егіп, қойғаннан кейін ары қарай баптауын тағы да келесі сабақтарда көрсететін боламыз. Жалпы осылай кесіп алып кетесіздер. Және үйге барғаннан кейін жаңағы жапырақтарын асықпай тағы да алып тастай беруге болады. Осылай 1-2 жапырақ тұрса жеткілікті. Немесе бұларды да алып тастайсаңыздар болады. Мынау үлкен-үлкен жапырақтарын алып тастасаңыздар, бұл тамыры тез дамып, жақсы күш алуына септігін тигізеді. Ал егер мына жерде жапырақтар топырлап тұрса, онда ол жай дамиды.
Неге десеңіздер, ол мынау төбедегі жапырақтардың барлығына тамақ беру керек. Ол тамақты мына жақтан тамырдан алады. Тамырда ол жерде тұрғаннан кейін жерге көп витамин беру қажет болады. Сондықтан сіздер мына жапырақтарын алып тастасаңыздар, бұл тезірек тамыры дамығаннан кейін жапырақтары, мынау жаңадан шығып келе жатқан жапырақтар, олар өзі өсіп ары қарай дәуие береді. Осылайынан кесіп алып дайындайсыздар. Былайынан қара пакетке салып, ішін ылғалдап 1-2 күн қойсаңыздар болады. Тамырын дамытып алсаңыздар болады. Немесе осылай еге берсеңіздер болады.